Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Thumma amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala bugünkü ilim meclisinin savaptan bolатын, iki dünyada faydalı ilim alатын meclisten bolуын Allah Teala barşamızga nasip etsin. Ne takırıpta ekemiz tağilimden faslı fi ihtiyarlıq ilim. İlimdi tаңдау, ustazdı tаңдау деген takırıpta бастаған ekemiz. Son жалғастырайық. Wa talabil ilmi min a'lal umur wa as'abiha. Fakana al-mushawarat fihi amma wa awjab. Естеріңізде болса, осы сабақтың соңында неге тоқталған екенбіз? Анау Самарқандтан бір ғалымдарына бір шәкірт келіп сұрады деді, кеңес қылды. Кеңес қылды дедік, Бұхараға ілім алуға баратын едім. Қандай кеңес бересіз дегенде, сіз 2 ай шәкіртке айтты дейді. Сіз, оны қазір енді айтады. Кеңес сұрады деді, сосын кеңес қылу туралы қысқаша тоқталып өтті. Кеңес қылу туралы. Енді сол сөз жалғастырып айтады. Ілімді талап ету, ілім іздену деген ілімдердің несі ең ұлығы және ең ауыры дейді. Мен осында қалада, бір базарда 15 жыл бойы сауда қылып жүрген бір шәкіртім айтады да, Нұрмараққа түсіп оқып жүр. Ұстаз дүние тауып, кәсіп қылып дүние тапқан әлде қайда жеңіл екен, ілім алғаннан көрі деп. Екі жақты да көргеннен кейін салыстырады ғой. Ілім алған әлде қайда ауыр екен дейді. Енді мына жерде де соны айтады, ілім алу бұл біріншіден барлық істердің ішіндегі ең ұлығы, биігі, жоғары тұратын және ең ауыры. Енді бұл істе ілім ең ауыр, ең ұлық іс болғандықтан ілімге тиісті мәселеде мушауара қылу, яғни кеңес қылу, ол міндеттірек болады ғой дейді. Сіз жай бір дүнияуи мәселенің өзінде ақылдасасыз ғой біреумен, кеңес қыласыз, сұрайсыз, ақыл сұрайсыз. Ілім оның жанында жоғары емес пе дейді. Қалал хаким, енді ұстаз, шейх, шәкіртке былай деп жауабын, сөзін жалғастырып жатыр. Иза захабта иля Бухара ла та'джал фил ихтилаф иля ал-аимма. Және шәкіртке айтады, сен Бұхараға барғанда, ол жерде нелер көп. Ілім ордасы болған ғой бұрын. Әрбір мешітте бір имам отырса, сол имамдары бір ғалым ғой. Әрбір мешітте ғалымдар отыр, сабақтар жүріп жатыр. Сон барған кезінде кез келген мешітке барып кіріп кетпе бірден дейді. Асықпа дейді. Былай айтқанда бірден барып сабаққа кіріп кетуге былай бекініп, болды мен осы ұстаздан, осы мешіттен сабақ аламын деп бекініп қалма дейді, асықпа дейді. وَأَمْكَثْ شَهْرَيْنِ حَتَّى تَتَأَمَّلْ وَتَخْتَارُ الْأُسْتَازًا. 2 ай жүр сол жерде дейді. Әрбір мешітті аралап, көріп, көп пікір қыл, ақылға сал, жақсы бір ұстазды таңдағанға дейін дейді. 2 айға дейін салыстырып, қарап жүр дейді. فَإِنَّكَ إِنْ ذَهَبْتَ إِلَى عَالِمٍ وَبَدَأْتَ بِالسَّبْقِ عِنْدَهُ رُبَّمَا لَا يُعْجِبُكَ دَرْسِيَتَهُ فَتَتْرُكْهُ وَتَذْهَبْ إِلَى آخَرٍ. Егер сен кез келген бір ұстазға бар, бірден кіріп кетіп, бітті осы кісіден сабақ алам деп бекінетін болсан, мүмкін егер ол кісінің сабақ беру тәсілі, немесе ілім деңгейі дейміз бе, бір нәрсесі ұнамай қалса, сенің көңілінен шықпай қалса, сен аласында сосын, мына жақта мен білмей қаппын, асығыстық қойыппын, басқа бір мешітте одан да үлкен ғалым бар екен деп, сен ауыстырасың ба дейді ұстазды, сабақты. Сол кезінде не дейді? فَلَا يُبَارِكُ لَكَ فِي التَّعَلُّمِ. Былай айтқанда, бір жерден бекініп, оны ұнамады деп басқа жерге секіру, ілімнің берекесі кетеді о жерден дейді. Ілімнің берекесі кетеді. Мынау Өзбекстанның кезінде медреселерінде осы нәрсені қатты ұстанады екен. Әлгінге дейін бұл нәрсе бар. Бір медреседен тәртіп бұзып, немесе оқи алмай, немесе қандай да бір себеппен шығып кеткен баланы екінші медресе ешқашан қабылдамайды екен. Сен бір жерде көгермеген адам, сен екінші жерде де көгермейсің дейді екен да. Және сондай тәртіп.
Бізде мынау не жақта, Шымкент жағындағы медреселерде де осы тәртіп ұстанады. Шымкентте қарилар медресесінде оқыған бір бала бір себеппен, ауру себепті емделем деп шығады. Кейін Арман ұстаздың Кентаудағы медресесіне барады. 2-3 күннен кейін біледі, сіз ана медреседе оқып шығып кетіпсіз. Жоқ, есік ашық бара бер. Яғни бұл тәртіп болмаса, өзім білем, мын жақ ұнамаса, ан жаққа барып оқи салам деп жеңіл ілім алуды жеңіл санап тастауы мүмкін да шәкірттер. Ал ол нәрсе ілім жолында болмайды. Берекесі кетеді. Ол шыны керек, ондай адам көгермейді ертең. Екінші жерге барып та көгермейді. Ол біз бір Аллах тағала бір сондай бір заңдылық беріп қойғандай, бір жазылмайтын заңдылықтар болады ғой. Сондықтан бұны мынау Орта Азияның ғалымдары осыны қатты ұстанған. فتأمل في شهرين اختيار الأستاذ والشاعر حتى لا تحتاج إلى تركه والإعتراض عنه. Сол жерде 2 ай жүр, көп ой, яғни пікір қыл, ақылға сал, ұстазды таңдауда. Сол жердегі бір ғалымдар болса, ақылдас, сол жердегі басқа шәкірттер, ғалымдармен ақылдас. Не үшін дейді? Сен ертең бір ұстаздан сабақты бастап, кейін оны тастап қоймас үшін дейді. Жақсылап дұрыстап бірінші таңдап ал деп отыр да. فتثبت عنده حتى يكون تعلمك مباركا وتنتفع بعلمك كثيرا. Не үшін дейді? Бір ғалымды дұрыстап 2 ай жүріп таңдайсың, ол ғалымда сен бекініп, сол жерде көгеріп шығып, былайша айтқанда өсіп, өніп, сол жерден көгеруің үшін, береке болу үшін дейді. Және іліммен адамдарға көп пайда тигізу үшін дейді. Бұл ақиқат негізінде. Ақиқат. Айтылмайтын заңдылықтарға жатады. Біз Мысырда оққанда да қаншама шәкірттерді көрдік. Жоқ, мына жер ұнамайды, мына жер кет. Біреуді көгеріп атқан жоқ. Елге келіп, біреуді бір уағыз айтып, ешқашан бір несін көрмейсің де ондай адамнан. Бір уағыз айтып, бір мешітте отырып, қызмет қылып, елге, халыққа қызмет қылып атқан ондай адамды көрмейсіз. Неге? Аллах тағала ондай мүмкіншілікті бермейді екен. Ілім алып жүрген кезінде былайша айтқанда дұрыс емес жолды таңдаған бала Аллах тағала ілім жолына жолатпайды ондай адамдар. Бұлай нәсіп қылмайды да. وَعْلَمْ بِأَنَّ الصَّبْرُ وَالثَّبَاتُ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ. Және білген дейді, әрбір істің негізі болып есептелінеді, барлық істің. Ол сабырлық пен бекем болу. Кез келген істі бастағанда өз қиыншылығы болады. Сабыр кету керек адам оған. Ол тіпті кәсіп бастасан да солай ғой. Кәсіп қылсан да бір қиыншылықтары болады, бір Алланың сынақтары болады. Соған да сабыр ету керек және бекем болу керек. Мынау саудада онша емес екен деп, екіншіге секіріп, мынау онша емес екен, үшіншіге секіріп, одан береке болмайды. Бір былайша айтқан кезінде саудада да не істемейсің да бұл. Қил әш-шажаату сабру саа. Мынандай бір жақсы сөз айтылған. Батырлық деген ол бір сағат сабырлық қылу дейді. Батырлық ол бір сағат сабырлық. Яғни өз нәпсіңді баса бірінші сабырлық деген не екен? Тоқтала кетейік. Сабырлық деген бұл іштен кеп жатырған ашу, ыза, қандай да бір болады ғой, тасып тұрған бұл ашу бола ма, ыза бола ма, қандай бір шыдамсыздық, соны баса білу. Сабырлық деген сол. Сіз түк істемейсіз. Бір намаз оқып, ораза тұту секілді бір әрекет, амал қылмайсыз, бір күшке тиетіндей. Жоқ. Тек қана өзіңізді ұстау ғана болды. Жоқ, Алланың қалауы, Алланың сынағы болып жатыр деп баса білу болды. Ал егер баса алмасаңыз, ол мына жақтан шығатын болса, жаныңыздағы адамға тіл тигізіп жіберуіңіз мүмкін, неше түрлі боғауыз сөздер кетуі мүмкін, қол кетуі мүмкін, аяқ кетуі мүмкін. Сабырлық деген сол, іштен келіп жатырған, тасып тұрған күшті баса білу. Түсінікті? Адам былайша айтқанда нәпсімен күресе біліп, баса білу. Енді батырлық деген не десе, ол басқа біреуді барып жығу емес, нәпсіңді жыға білу дейді. Ең күшті батырлық сол дейді. Өз-өзін жеңе білу. فَيَنْبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَثْبُتَ وَيَصْبِرَ عَلَى أُسْتَاذٍ. Және сондықтан мына неге лайықты болады? Ілім алған адамға бір ұстаздан сабақ бастадың ба, сол ұстазға сабыр етуің, және содан бекем болуың дейді. Бекем болуың дегені берік тұруың да. Бастадың ба, кітап біткенге дейін сабыр етіп тұруың. Кезінде дейді, ұстаздарымыз айтатын, бұрынғы кездің алғашқы кездерден шәкірттері
неден ілім алуға, сабақ алуға шыққанда үнемі дұға қылып шығатын едік деп айтады екен. Енді біледі да, ұстаз да бір пенде ғой. Ол да адам баласы, кемшілік болады. Сол дұға қылып шығатын едік деп айтады екен, шәкірт болғанда. Я Раббым, ұстазымның кемшілігін көрсетпеші маған деп. Анау кемшілігін көрсе, оған сабыр ету, одан ілім алу қиындайды екен. Адам уже менсінбейді, тәкаппарлық болады. Ол бір ұстазды, бір ғалымды сабағын алғын келмей қалса, кемшілік көріп, ол сабақ беретін пәнге де адамның көңілі қалып қояды екен. Фихтан беріп жүрма, фихты да уже жеңіл санап, қойшы дей салады екен да. Сондықтан бұрынғы ғалымдар дейді, шәкірт кездерінде солай дұға қылып шығады екен дейді. Я Раббым, ұстазымның қателігін көрсетпеш, кемшілігін көрсетпеш деп. Көңілім қалып қоймасын деп не істейді ол. Сондықтан мына жерде айтады, ұстазға сабыр ете білу керек дейді. Уағаля китабин хатта ла ятрукуху абтар. Кітапқа сабыр ету дейді. Бір кітапты бастадың ба, бір ұстазбен, мысалы, соны біткенше сабыр ету, оны тастақ қоймас үшін, бір парақты да тастақ қоймас үшін сабыр ету керек дейді. Уағаля фәннин хатта ла яштағила би фәннин ахар қабла ән ютқин әл-әуәл. Және бір пәнді бітірмей жатып, екінші пәнге секірмеу керек дейді. Ананы пысықтап алмай дейді. Енді кезіндегі ілім беру жүйесі басқаша болды ғой. Қазіргі мысалы бір медресе, университеттерде сабақтарды қойып тастайды. Ол кітап толығымен берілмей қалуы да мүмкін, үзіліп берілуі мүмкін. Бұл жерде бұрынғы кезде осылай мешітте бір ұстаз сабақ бастайтын болса, халақа дейді, осылай Абу Ханифа рахматуллахи алейхтің кездерінде мысалы халақа дейді, осылай отырып, бір кітапты бастады ма, болды. Күнде сол уақытта келіп, сол кітап біткенше дәріс қылады. Бітті ма, екінші кітапқа көшеді. Сон жүйелер сондай болғанда, енді ол бұрынғыда емес, қазірде де бар, неде? Мешіттерде, мына қазіргі біз өтіп жатқан сабақтарда сол ғой, бастадық, аяқтағанға дейін, осы апта сайын кеп, Мысырда да оққанда да, сөйтіп шейхтардан сабақ алатынбыз. Мешіттерге барып, бір кітапты бастайды, аяғына дейін өтіп шығады, апта сайын азаздап. Енді мысалы біз фихты өттік, мәтін Қудури мен Любаб кітабын. 4 том кітап болса, соның бірінші томын ғана 8 жыл өттік қой. Апта сайын сабаққа барып, 1 сағат, 1,5 сағат өтіледі. Бірақ енді ол кісі мына кітаптан бір жарты бет өтсе, 10 бетті өзі қосып айтады да. Мына Ханафи мазғабына жазылса, қалған 3 мазғапты қосып айтып береді да. Яғни, бір ғана ғибадат бабын ғана 8 жыл өтіп шықтық. Апта сайын барасың, пробкамен келесің. Енді сабырлық керек те, сабыр ету керек. Сондықтан мен жерде соны айтады да енді. Ілім алу оңай емес, уақыт керек. Ұстазға, кітапқа сабыр ету керек. Уағаля бәләдин хатта янтақиля иля бәләдин ахыр мен ғайры дарура. Және ілім алып жатқан мемлекетке сабыр ету керек. Басқа мемлекетке көшіп кетпей, анау егер зәру болмаған болса дейді. Яғни бір аллергия болып, немесе бір жұмыс бабы ауысып, тағы басқа болып, сондай бір зәру болып, амал жоқ көшіп жатсаңыз, оқас жоқ дейді. Мынау ауасы ұнамай жүр, бүйтпей жүр, көршімен ұрсып қалдым деген секілді бір болмайтын себеппен ауыса беруге болмайды дейді. Өйткені зәру болмаса. Өйткені адам көшіп қонып жүру, ілім алуға ол зиян екен. Мысалы, сіз мұна кітаптың жартысына келдіңіз, басқа жерге барғанда сізге басқа бір ұстаз дайын тұрмайды ғой, мен жерге келіп өтіпсін, келіп жалғастырып өтейік деп ешкім дайын тұрмайды. Басқа кітап өтіп атады, басынан бастауы мүмкін, сөйтіп мынау үзіледі, қалды солай. Сондықтан жерде айтады, адам себепсіз ілім алатын, адам себепсіз көшіп қонып жүру, ол жұмыстарында, істерінде үзеді, сабақтарында үзіп қояды, сосын жүректерді шұғылдандырып қояды дейді. Яғни адам көшкен кезінде көршілер ауысады, басқа ауысады, жұмыс барысы, қоршаған орта ауысады, ол адам өзгеруі мүмкін, басқа жағына қарай бір өзгеруі мүмкін да, басқа қоғам әсер етуімен. Басқа нәрселерді ойлап кетуі мүмкін. Ойудайғыл ауқат, яғни уақыттарын жоғалтады. Ойудил мұғаллим. Және бір ұстаздан ілім алып жүр, басқа ұстазға секіре салу, ол ұстазға зиян дейді да, енді зиян келтірген боласың. Көңіліне тиеді.
әпеден оқытып жүрген несі енді міне бітіреміз, міне Құранды бітіп қалдық деген кезінде басқа ұстаз кепті, мынау ұнамай қалды, бүйтіп қалды, сөйтіп қалды деп секіре салған, ол бұрынғы ұстазын не көңіліне тиеді, зиян келтірген боласың дейді. Және ілім алған кезінде нәпсі қалаған нәрсеге сабыр ету керек болады дейді. Нәпсі, яғни ілім алған кезінде сағаттап отыратын кез болады. Нәпсі не? Демалғысы келеді. Ілім алып жүрген кезінде бір жейтін ден дұрыс тамақта болмай қалады. Нәпсі жақсы тамақ ішкісі келеді. Жоқ, оған сабыр ету керек болады. Нәпсінің қалағанына сабыр ету керек дейді да. Нәпсі көп нәрсені қалайды. Таң атпай, таң намаздан кейін сабақтап қойып қояды ұстаздар. Аны ұйықтадың ба, ұйықтамадың ба, қызық емес, бару керексің. Нәпсі ұйқыны шырылдап жатады да, ұйқысы кеп. Сон нәпсі қалаған нәрсеге не істеу керек? Сабыр ету керек. Және мына Али радиаллаху анхудың сөзі бар. Аллаға жақын болдыратын, яғни Аллаға ұнайтын істер не дегенде, нәпсі қаламай тұрған істер дегенде. Нәпсі нені қалап тұр? Сен соған тескерісін істеу дейді. Аллаға жағатын істер, енді не болатын істер. Яғни таң намазына тұра алмай нәпсі шырылдап жатыр ма, тұрғысы келмей, жоқ, нәпсі қалаған емес, соған қарсы әрекет қылып, жоқ деп тұрып істесеңіз, Аллаға Аллаға жақындата тұратын, жақсы көретін амалдары дейді. Өйткені нәпсімен күресіп жүріп істеу не? Оңай емес та. Сіз шынайылығыңызды танытасыз да солмен. Сол секілді ілім алғанда михнет дейді ғой, михнет машақаттар, қиыншылықтар болады, бәлаят деген сынақтар болады. Сон бәріне не істеу керек? Сабыр ету керек. Қил хазайнул минан аля қанатирил михан деген. Қанатыра деген араб тілінде негізі атаулар өте көп қой. Бір көпірдің өзінің бірнеше атауы бар. Мынандай кейбір көпірлер болады екен, мына платина секілді істейді, астында шлюздар бар. Мына Мысырға барғанда көрдік. Нил өзенін қаланың тұсында кең қып суды жібермей ұстап тұрады екен де жаған шлюздармен. Қаладан былай шықсаңыз, ол кішкентай бір ағып атқан, Алматинг секілді ағып атқан өзен. Қалада кемемен жүру үшін, қаланың көркін келтіріп тұрсын, былай 400 метрдей ғой ені. Сөйтсе, жаған шлюздармен ұстап тұрады екен де, керекті суды ғана ағызып тұрады екен. Сол шлюздарды істету үшін бір 2-3 метрден, башқанда көпір бұлай салынған. Қанатыра дейді екен осын, қанатыр дейді да. Енді мына жерде айтып жатыр, енді қанатыра дейді, ал енді мынандай көпірлер болады ғой, мына жақтан мына жаққа дейін тартылған, оны жисір дейді, бірақ тартылған. Мынаны ортасынан бөліп істегенде қанатыра дейді. Енді үсті тегіс болуы мүмкін. Бұлай кезінде істеген болса, бұлай да жүруі мүмкін. Енді осы мынандай енді ойлап көріңіздер, үсті бұлай қайта-қайта, төмпешіксе қайта-қайта. Сондай қанатыраның Аллах тағаладан қалай айтамыз? Хазайнул минан дегені Алла бере тұратын бір сый-сияпат, Алла беретін бір нығмет дейміз ба, бұл ілім болсын, қандай да бір дүния болсын, сондай бір қанатыраның арғы шетінде тұрады дейді. Ол қанатыра миханнан болған, мешақаттан болған қанатыра дейді. Түсінесіздер ме? Яғни қайта-қайта машақаттан, қаншама машақаттан өту керек. Алла бере тұратын сыйды сондай көп машақаттың ар жағына қойып қояды дейді да. Сондай көпірдің артына қойып қояды дейді. Басқа жол жоқ, айналып өтетін. Сол тек қана бір көпір. Былай айтқанда Алла бере тұратын қандай да бір берекет дейміз ба, бір нығмет, ол жаңаны қанатыраның ар жағында болады деген сондай бір жақсы сөз айтты. Және ойыншықты қил инна Али ибн Аби Талиб. Али радиаллаху анхудың сөзі деп бір шумақ өлеңді келтіріп жатыр. Әла ла таналул илма илля бисит. Саунбейка ала мажмуиха бибаян. Ілімді 6 нәрсе себепті ғана жетесің дейді. 6 нәрсе болса ғана ілім аласың дейді. Ілім алуға 6 нәрсе керек. Және соны саған баян етіп айтып берейін дейді. Закаун. Зака деген зеректік дейміз ба? Зеректік, жаттау қабілет дейміз ба?
жаттау қабілет, түсіну қабілет, қабылдау қабілет. Былайша айтқанда, қысқаша айтқанда қабылдау қабілет. Аллах тағала қабылдау қабілетті, түсінуді немесе жаттап алу қабілетін бермесе, ол адам ғалым бола алмайды. Бізде шәкірттеріміздің арасында болған бір бала, Алла бермегенде жаңағы нәрсені. Бір мынандай бір айда жаттап шығатын жаңағы сарф деген грамматикадан кітап бар. Бір айда кез келген бала келеді, ананы бастайды, бір айда бітіріп, жаттап, былайша айтқанда күнделікті сабақты бір 2-3 беттен тұратын болса, күнделікті жаттап, тапсырады күнделікті. Сосын кітап бәрі біткеннен кейін бір қайталап шығады да, бір емтихан қылып жібереді, бірнеше сұрақтар қойып, сосын келесі кітапқа өтеді. Ана бала жаңағы бір ай өтетін кітапты 3 жыл оқыды ғой. Әп-әдемі күнделікті жаттап келеді, әйтеуір есіне әрең түсіріп отырып бір айтып шығады. Сосын кітап бітеді, енді бір қайталап жүріп емтихан қылса, бас жағы мүлдем жоқ, таза. Ана жаттау қабілет дегенді Алла бермегенде, бұлай негізі ақыл есі бәрі дұрыс бала. Бірақ енді бізде қайтпадық, Алла беруші ғой, енді тахаджуд оқы, Алладан сұра, зеректік сұра, жаңағы түсінігімді, жаттау қабілетімді аш деп сұра деп. Біз де қайтпадық, 3 жылға дейін жаңағы айналдырып бере бердік, бір ұстаз шаршыса басқа ұстазға береміз, ана жігіт те қайтпады айтыр. Ақыр соңында бауырлар, ағалары болмайтын болғасын алдырып алды. Енді Аллах тағала жаттау түсіну қабілет бермесе, болмайды екен. Екіншісі хирс, ілімге деген махаббат қою, ілім алуға қызығу. Егер ілімге емес, басқа дүниеге, басқа нәрсеге қызығушылық басым болатын болса, ешкім ілім алмас еді онда. Не істейді? Басқа нәрсеге тартып кетеді. Бізде Нұр Мүбаракта оқығанда шәкірттерден болды, қаншама рет айттым. Бір карточка сатамын, бүйтем, жақсы сатпақ не сөйт, бүйтет, сөйтет деп білмеймін, дисконтный карта еме түсінбедім, бірдемелерді айтады. Мен айтам, қойсай, сен осы діни ілім алып жүргесін, мүмкін Аллах тағала саған көмек ретінде түсіріп отқан шығар. Сен мына діни ілімді тоқтататын болсаң, дүние де тоқтайды. Тыңдамады, ақыр соңында бірнеше жылдан кейін бір мешітте кездесіп қалдым. Нұр Мүбарак бітіріп, бір жерге бір бас имам болып, ұстаз болып, уақытшы болып жүретін бала, бір ауылды жерде азаншы болып жүрді. Мені көріп қалып өзі ұялып қалды. Яғни баяғы сауда не болды? Байып кететіндей болып едің ғой. Саудасы жоқ. Сондықтан өзі лағнет атқыр, өзі алдап қояды адамды. Қызықтырып қояды бір нәрсеге. Ана ұстаздар айтатын еді, Мысырда оқып жүргенде, дәл емтихан жақындағанда футбол ойнамайтын балалардың өзі футбол ойнап кетеді деп. Футболға деген несі ашылып кетеді екен да. Емтихан бітеді, футбол ойнауға апара алмайсың дейді да ананы. Дәл емтихан жақындағанда, дәл керек кезінде өз лағнет атқыр сондай бір не істейді шығар, қызықтырып қояды шығар, футбол ойнап кетеді дейді да, ойнамайтын баланы өзі. Сондықтан ілім алуға деген не болу керек? Қызығушылық, махаббат қоя білу керек. Уастибар деп жағаны сабыр ету. Өйткені ілім деген келіп бір 15 күнде, 20 күнде алып кететін нәрсе емес. Жылдап жүру керексің, айлап жүру керексің, сабырлық керек. Бұлғатун деген бұл шамал болса да кіріскіріп тұру керек. Бұл нен кімге айтып жатыр? Бұл жағаны медресе, университет оқитын шәкірттерге сырттан кіріскіріп тұрмаса, ата-анасынан, бауырларынан оқи алмай қалады. Ойы бұзылады. Тамағын ақша болмай жатса, жатақханасына оқуын ақша болмай жатса, не істейді ол? Жартылай жұмыс істеймін дейді, жартылай не істеймін дейді, жартылай жұмыс істеп, жартылай ілім алу деген болмайды. Ол өте қиын. Ойға дүние жұмыс кірді ма, ілім кіру өте қиын. Ілім кіру үшін ешқандай дүние туралы адам ойламау керек. Тек таза толық берілу керек та. Али радиаллаху анхудың сөзі деп келеді, сен ілімге толық өзіңді бермейінше, ілім саған бір бөлігінде бермейді деген. Сондықтан шетелге кетіп, ауылдағылар қалаға кеп оқитыны сол да, туыс жоқ, басқа жоқ. 24 сағат сен тек боссын, ілім алу керексің. Сондықтан ілім алып жатқандарға біз көп Мысырда болсын, елде болсын, әсіресе діни оқып отқандарға көбірек адамдар көмектесетіні сол, ой бұзылмасын, тек ілімге берілсін. Енді ақылға салсаңыз, ілім алып жатқандардан дәл қазір ешқандай пайда жоқ. Ақшаны бір кәсіпке салып, пайда түсіретін нәрсеге салған
Дүния тілмен айтқанда не? Пайдалы. Жоқ, ілімге беріп жатыр, ол 4-5 жыл оқиды, одан кейін нәтиже бола ма, болмай ма, бір Алла біледі. Жоқ, Аллах үшін, біз сауап үшін мұсылмандар береді. Неге? Ертеңге пайдасы, бәрібір не? Пайдасын алады ғой, енді сауабын алды. Бірақ анаған не? Ондай болмаса, оқи алмайды. Ва иршаду устазин. Ұстаздың жаңаны кеңесі, тура жолды көрсетіп тұруы дейді. Яғни ұстаздың ақыл кеңесі ғой. Ілім алып жүріп, өзім білем деп кетсеңіз болмай қалады. Ва тулу заман. Және не дейді? Ұзақ уақыт керек ілім алу үшін дейді. Ұзақ уақыт керек. Ва амма ихтияр шарик фа янбағи ан яхтар ал-муджидда вал-вара ва-сахиб ат-таба ал-мустақим. Ал енді бірге ілім алатын серікті таңдауға келетін болсақ, мысалы, мынау университетте, медреседе оқып жатқан балалар бірге жатақханада 3-4 бала жатады. Сол кезінде бірге жататын, саған серікті таңдауға келетін болсақ, ілім жолыңда әрекетшіл, тақуа, сондай мінез құлқы тура болған, сондай адамды іздеу керек дейді. Сондай баламен тұру керек бірге, білім алу үшін. Ол мутафахим және жақсы түсінетін, жаңағы түсінігі мол деген сияқты. Тез жалқаудан қашу керек дейді. Ертен деп жатса, сен де жатасың да екінші күн жанында. Ертен деп. Сол секілді бүлікші, адамдардың арасында от салып, жаңағы бүлік шығару, бұзғыншы, жаңағы көп сөйлейтін, отырып алып әңгіме айта беретін, армияда болған, үйткен, жаңағы қыздарға барған деген сияқты әңгімені отырып айта беретін болса, болды ғой, сен бүкіл уақытыңды, енді уақыттан бұрын ойға бір дүнияуи басқа нәрсе кірсе, ілім кіру қиын да. Біз неге каникулға келіп кеткенде жазғы 2-3 ай каникулда болсақ, анжаққа барып 1,5-2 айдай ілім ала алмай жүретінбіз ғой. Кірмейді, барып жүресің қалдырмай. Калияға түсе алмай жүресіз да. Ана 3 ай бойы кірген информация толық шығу керек та, тазару керек. Енді мына жерде нелер туралы айтады да, бір-екі шумақ өлеңдер келтіреді. Дұрыс досты таңдай білу, өйткені достың несі жұғат дейді. Мысалы, бір досының бір әдеті болатын болса, боқтай беретін ба, жай қарап отырсаңыз, былай басын бите беретін ба, бір әдеті бір күні қарасаңыз, ол сізде жүреді, өзіңіз байқамай қаласыз да. Жаттайым деп, оны қайталайым деп істемейсіз, бірақ автоматты түрде жұға береді. Сондықтан мына жерде не дейді? Анил мар иля тасъал ва сал ан қаринихи. Сен бір адамды білгің келіп, ол туралы информация, мағлұмат білгің келсе, сен ол емес, жанындағы дос туралы сұрай сал дейді. Түсінікті ғой, яғни досы туралы, досына қатты жұғатындығын не істеп жатыр ғой. Фа иннал қарин бил мұқарин иқтади. Өйткені бірге жүретін жол серік дейміз ба, дос дейміз ба, бір-біріне не істелді, өте бір-біріне лесет дейді. فإن كان ذا شر فجنبه سرعة وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي. Былайша айтқанда, мына бір кісі туралы білгің келе ме, жандағы дос туралы сұра дейді. Сонда мынау досы жақсы болған болса, сен мынау досына жақындай бер, жамандық болмайды сенен дейді. Ал егер мына дос жаман болған болса, мынадан қаш дейді. Анау дос жаман болған болса, мынау да сондай деген. Енді былайша айтқанда бұл асыра сілтеп айту. Негізінде бір адамды білгіміз келсе, соны өз туралы сұраймыз негізінде. Бірақ бұл жерде достың, бірге жүретін адамның несі өте қатты жұғатындығын айтады. Сосын не? Бұған дәлел ретінде хадис келтіріп жатыр. Пайғамбарымыз салсы мына хадисі. Қала алейхиссалату вассалам, «Күллі маулудин юладу аля фитратил ислам, аля фитра, фа абаваху юхауиданихи, ау юнассиранихи, ау юмаджисанихи». Яғни, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, әрбір бала туылғанда фитратқа сай туылады деді. Христианнан туылды ма, мұсылманнан туылды ма, яһудиден туылды ма, барқы жоқ. Жаңадан туған бала фитратқа сай туылады дегені, жүрегі таза, Алланы тануға жүрегі таза, лайықты болып туылады. Түсінікті ғой, яғни ол баланы жаңа туылған бала
кімнің үйінде өмір сүрсе, қандай діндар, соны айтады, сондай болып кетеді. Яғни әке шешесі оны яһуди қылып жібереді дейді. Сенің құдайын пәленше, сенің нең осы, дінің осы, яһуди діні деп құлағына құйғандықтан ол яһуди болып кетеді дейді. Насрани деген христиан, сенің құдайын Иса, сенің дінің христиан діні деп кішкентайынан тәрбиелегендіктен ол христиан болып кетеді. Маджуси, сенің құдайын отқа табынамыз деп тәрбиелесе, ол отқа табынып кетеді дейді. Енді бұл жерде айтқысы келіп отырғаны бұл хадиспен. Адамның жаңадан туылған баланың жүрегі таза деді. Алланы жалғыз деп соғатын жүрек болады да. Мысалы, Әмин апаның енесінде бар ғой, орыс балалар бар. Кішкентайынан жаңа туылып тастап кеткен балаларды мұсылман қылып тәрбиелеп жатыр, қазақ тәрбиелеп жатыр. Аналар өзін орыс, христиан, әке-шешесі христиан болған шығар, оны христианбыз демейді, әке-шешеміз христиан болған шығар, христианбыз деп жоқ. Мұсылман болып жүр, өздерін мұсылман, қазақ сезінеді. Кішкентайынан тәрбие сол да. Былайша айтқанда айтқым келіп отырғаны, жүректегі иманымыз, Құдайға деген сеніміміз құлақ арқылы кіреді екен. Сенің құдайың осы, сенің құдайың осы десе, жүректегі иманымыз соған қалыптасып кетеді екен. Түсінікті ме? Кішкентайынан қалай тәрбие береміз, құлағынан кіріп, былайша айтқанда адамның бұлай тәрбиесі, мінез құлқы, әдет ғұрпын бұлай қоя тұрш, жүректегі иманның өзі құлақ арқылы кіріп өзгертуге болады екен. А сен басқа мінез құлықтарды айтпай-ақ қой. Ана жұғатынды. Сондықтан бірге жүрген адам құлақтан бір нәрсе кіргізе беретін болса, сол адам қалыптасып қалады. Жүректегі иманның өзін өзгерткеннен кейін басқа нәрсені өзгерту жеңілді.